Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 37-ші сабақты талқылаймыз. Сабағымыздың тақырыбы мәтін дегеніміз не? Бірінші жаттығу оқы. Ұстазым Інжу апай алғашқы менің. Екінші, мынау сынып бөлмесі. Айжан кітап оқығанды ұнатады. Үшінші бөлім, сынып бөлмесінің ауасы таза. Оның терезелері үлкен, әдемі парталар үш қатарға тізіліп қойылған. Мұғалімге арналған үстел мен орындық бөлменің оң жағында тұр. Салыстыр, қай бөлікте сөздер берілген? Бірінші бөлікте ұстазым Інжу апай алғашқы менің. Бұл жерде жеке сөздер ғана берілген, сөйлем емес. Ал екінші бөлікте мынау сынып бөлмесі, Айжан кітап оқығанды ұнатады. Бұл жерде екі сөйлем бар, бірақ мазмұны жағынан байланыспаған, себебі бірі сынып бөлмесі туралы, екінші Айжан туралы айтылған. Ал үшінші бөлікте сынып бөлмесінің ауасы таза, оның терезелері үлкен, әдемі парталар үш қатарға тізіліп қойылған. Мұғалімге арналған үстел мен орындық бөлменің оң жағында тұр. Бұл сөйлемдер мазмұны жағынан бір-бірімен байланысты, барлығы сынып бөлмесі туралы айтылған. Сұрақтарға жауап берейік. Қай бөлікте сөздер берілген? Бірінші бөлікте. Қандай сөйлемдер мазмұны жағынан байланыспаған? Екінші бөліктегі сөйлемдер. Қай сөйлемдердің орнын ауыстырып айтуға болмайды? Неліктен? Үшінші бөліктегі сөйлемдердің орнын ауыстыруға болмайды, себебі олар бір тақырыпта. Екінші жаттығу, сұрақтарға жауап жаз. Бірінші, сыныпта қанша оқушы бар? Сыныпта 25 оқушы бар. Екінші сұрақ, оның нешеуі ұл, нешеуі қыз бала? Оның ішінде 12-сі ұл бала, 13-і қыз бала. Үшінші сұрақ, сыныптастарыңның бір-бірімен тату ма? Үшінші сұрақтың жауабы иә, сыныптастарым бір-бірімен тату. Жазған жауабың мәтін болып шықты ма? Мәтіннің не туралы? Мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырып таңда. Мәтін мазмұны сыныптағы оқушылар саны, ұл мен қыз баланың мөлшері және олардың татулығы туралы. Сондықтан мәтін мазмұнына тату сынып тақырыбы сәйкес келеді. Үшінші жаттығу, мәтін тақырыбына сәйкес келетін бөлікті тауып, оны түсініп оқы. Сабақ сөзі нені білдіреді? Сынып оқушылары сабақтан қалмайды. Олар білім құмар балалар. Сабақ сөзі араб тілінен енген, ол таңертең дегенді білдіреді. Сондықтан сабақ көбіне таңертең басталады. Мәтін тақырыбына сәйкес келетін бөлік, екінші бөлік, сабақ туралы айтылған. Сұрағымызға жауап береді. Төртінші жаттығу, алдымен, содан соң, содан кейін, ең соңында сөздерін пайдаланып, суреттер бойынша мен кезекшімін тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Мен кезекшімін. Алдымен мен тақтаны сүртемін, содан соң парталардың үстін жинаймын. Содан кейін терезені ашып, бөлмені желдетемін. Ең соңында еденді сыпырамын. Мен өз жұмысымды ұқыпты орындаймын. Біздің сынып таза болады. Бесінші жаттығу, шығармашылық үзіліс. Мұғалім саған түрлі түсті қағаздан гүл жасап келуді тапсырды. Сен гүл жасау үшін алдымен, содан соң, содан кейін, ең соңында не істейсің? Гүлді қалай жасаймын тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Маған мұғалім гүл жасауды тапсырды. Алдымен түрлі түсті қағаздарды таңдадым. Содан соң қағазды дөңгелек пен жапырақ пішінінде қидым. Содан кейін жапырақтары мен күлтелерін желіммен жабыстырдым. Ең соңында гүлдің сабағын жасап, бәрін біріктірдім. Гүлім өте әдемі болып шықты. Мұғаліміме қатты ұнады. Балалар, тапсырмаларды толық орындап болдық. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар.
менің келесі видеомды көру үшін және де келесі сабақтарды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.